Армысыздар достар, Hi Friends, сіздердің назарларыңызда мотивациялық сөздердің көмегімен ағылшын тілін еркін форматта үйрететін English Plus Motivation авторлық жобам бүгін 5-ші сабақ. Сонымен ағылшынша нақыл сөз Action is the foundational key to all success. Яғни қазақша мағынасы іс-әрекет барлық табыстың негізгі кілті. Құрметті достар, енді сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзді жеке түсіндірейін. Action дегеніміз іс-әрекет. Біздің тілімізде бұл action фильм дегенде естулеріңіз бар ғой, action. Яғни іс-әрекет, іс-қимылға толы фильм. Негізгі мағынасы action іс-әрекет. Is бұл байланыстырушы етістік, мағынасы жоқ, бұл жерде көмекші етістік. The бұл негізгі артикль, бұл жерде де мағынасы жоқ. Foundational дегеніміз негізгі, түпкі, басты. Key дегеніміз кілт, кәдімгі кілт, key дегеніміз. To дегеніміз бұл предлог, яғни қазақ тілінде үшін арналған деген сияқты сөздердің мағынасын береді. All дегеніміз, all, барлық, бәрі, түгел. Success бұл табыс, жетістік деген сөз. Енді құрметті достар, тағы бір қайталайық. Action is the foundational key to all success. Яғни қазақша мағынасы іс-әрекет барлық табыстың негізгі кілті. Құрметті достар, араларыңызда мені танымайтындарыңыз болса, осы бейне жазбаны алғаш рет көріп отырғандарыңыз болса, өзімді толық таныстыра кетейін. Аты жөнім Ернат Мелисұлы. Мен мына ағылшынша тіл сындыру, өз бетімен үйрену құралының авторымын. Құрметті достар, бұл кітаптың ең басты ерекшелігі ағылшын тілін тікелей өзіміздің ана тіліміз қазақ тілі арқылы қысқа мерзімде және тиімді, еркін, қарапайым, түсінікті, ұғынықты әдіс-тәсілдермен үйретеді. Бұл кітаптың бағасы небәрі 3500 теңге тұрады. Осы бейне жазбаның астына пікір жазу арқылы тапсырыс бере аласыздар. Алсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Сонымен достар, бүгінгі бейне жазбамыздың аяғында тағы бір бүгінгі нақыл сөзді қайталайық. Action is the foundational key to all success. Яғни қазақша іс-әрекет барлық табыстың негізгі кілті. Құрметті достар, осы бүгінгі нақыл сөзді қалай түсіндіңіздер? Қазақша осыған балама қандай нақыл сөздер, мақал мәтелдер бар, соларды пікір ретінде жаза кетіңіздер. Және осы бейне жазбаны ұнатсаңыздар, көңілдеріңізден шықса лайк басып, әрі қарай бөлісіп таратыңыздар. Сонымен сіздерге табыс тілеймін. Good luck!